Тарихын аузында сақтап, ұмытпаған дәстүрін діңгегімді бұлықтаған қазақ елі армысыз. Әдеттегідей жұманың сәске түсінде хабар телеарнасында дәстүр бағдарламасында сізбен жүздесіп отырмыз. Бүгінгі тақырыбымызды шаңыраққа қара деп атадық. Белгілі этнограф ғалым Зира Наурызбай бір жазбасында ертеде қыз жасауына киіз үйде көретін, бірақ шаңырағы мен есігін жігіт жақ алып келетін. Себебі шаңыраққа қара деген түсінік бар. Шаңыраққа қара деген кезде ер адамның шаңырағы болу керек дейді. Қазақ елін, тілін, ділін қорғағанда шаңыраққа қара деп дөңайбат шегеді. Дегенмен киелі қара шаңырақтың ұғымы мұнымен шектелмейді. Жалпы шаңырақ бұл үлкен философиялық ұғым, еректе бөлек дүниетаным. Керек десеңіз өзінше жеке шама. Ендеше қазақтың дәстүріндегі шаңырақ ұғымы туралы ойын ортаға салуға келген құрметті қонақтарымызды таныстырып өтейін. Болат Сағынбекұлы, филология ғылымдарының кандидаты, Еуразия ұлттық университетінің профессоры. Ақын Серік Сейтман, Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі, Алқа радиосының бас редакторы. Және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік ұлттық музейінің қазақтың дәстүрлі мәдениеті бөлімінің ғылыми қызметкері Тимур Болсынбек. Алтын уақыттарыңызды қиып, студиямызға келгендеріңіз үшін әрқайсыңызға алғыс айтамыз. Қош келдіңіздер. Жалпы шаңырақ киіз үйдің ең бірінші құралатын, көтерілетін басты элементі ғой. Үйлі баранды болғандарды шаңырақ көтеріпті дейді. Ажырасып жатса шаңырағы ортасына түсіпті дейді. Тіпті шаңырағыңды ортасына түсіремін дегенде қаскөй ниетті дұшпанға айтқан екен де қазақтар. Жалпы шаңырақтың формасына қарасаңыз, ол жердің көшпенділердің әлем, тіпті ғалам туралы таным түсінігін көруге болады секілді. Осы жерде белгілі ақын Күләш Ахметованың бір сен қазақсың дейтін өлеңінің жолдары есіме түсіп отырды. Қазақ деген халық бөлек, ел бөлек, қазақ жүрген соқпақ бөлек, жол бөлек, киіз үйі жер сияқты жұп-жұмыр, шаңырағы күн сияқты дөңгелектеп келетін. Шынымен де шаңырақты күн деп алсақ, оның уықтары кәдімгі сол күннің нұры сияқты таралады. Осы жерде көшпенділер өркениеті бағзы заманнан ақ өзге әлем, басқа халықтар жалпы күн жерді айналады, жерді астында тасбақа, әлде бір піл көтеріп тұрады деп жүрген кезде, көшпенділер өркениеті сол бағзыдан ақ жоқ, керісінше күн өзге ғаламшарға нұрын сеуіп тұрған ол орталық, ал киіз үй сияқты жұп-жұмыр жер оны айналып жүреді деген ертеден білген секілді. Осыны әңгімені осыдан бастайықшы, қалай ойлайсыздар? Дұрыс, өзі киіз үйді өзі әлемнің модельдері, кіші модель ретінде қарастырып, зерттеп, ол жайында пікір айтып жүрген этнографтар көп қой. Енді шын мәнінде шаңырақ деген сөзді өзі этимологиясында көп ғалымдар күнмен байланыстырады. Өзі ортасындағы о дыбысы, а, о дыбысы, дауыс дыбыс, сол шаң, сон, сонсы деп орыстардікі шон, мысалы Қытайларда күн өзі бір үш дыбыстан тұратын, сол күнмен байланыстырады. Енді күн деген сөздің этимологиясымен байланысты деп, оның үстіне символикасы да сол күнге ұқсайды. Өзі айқыш белгі, крест деп жатады ғой, соның күлдіреуіштің белгісі өзі күннің символикалық белгісі ежелден. Енді қарақ деген түсінікті, енді қарақ деген бір жағынан көздің қарашығымен байланысты айтып жатады, қарағым деген сөздер. Екінші қарау деген сөзбен де байланысты ғой енді. Сосын енді күнмен байланысты енді өзіміздің тілімізде де бар. Мысалы шаңқай түс дейміз ғой. Сол шаңқай түстегі шаңда, осы шаңырақтың шаңы болса керек, тас төбедегі күн ғой былайша айтқанда. Енді сол күнді бақылап қарап отыру. Енді күнді бақылау дегеніміз не бұл? Жылы 2 айда мезгілді анықтап отыру. Жалпы күннің ғана емес, жылы 2 айдың мезгіліндегі галактикадағы өзгерістердің бәрін жіті бақылап отыратын, сондай бір біздің арамызда есепшілер көп болған ғой, өзіміз көзімізбен көрдік. Қариялардың ішінде келетін күнді дәл ауа райын болжытпай айтып отыратын, болжап отыратын. Расымен де шаңырақтың геометриялық пішініне қарасақ, сол жерден ақ жалпы көшпенділердің
мынау қоршаған ортаға, әлемге, дүниеге деген мына көзқарасын, танымын байқауға болады секілді. Өйткені мына байқап қарасаңыздар, біріншіден қазақтың киіз үйінде, оның ішіне шаңырақта үшкір, өткір бұрыштар жоқ. Жұп-жұмыр келеді төңірек. Мына ішіндегі кеңістігін қажет кезде кеңейтуге болады. Керегені қанат қосып. Сонда жалпы менің ойымша, енді бұл менің енді болжамым, мұның өзі қазақтың толеранттылығын, әлемді әр алуан түрде қабылдай алатын байқататын секілді. Мына тіпті Қазбек бидің әлгі атақты сөзі бар ғой, біз қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз, досымызды сақтай білген елміз, дәм тұзын ақтай білген елміз дегенде, дәл осы мына қазақтың сол философиясын ұстанған ел екенін байқатпай ма? Қалай ойлайсыздар осында? Жалпы шаңырақты жаңа ағамыз әдемі айтып өтті. Ал енді қара деген ұғым, тіркес, ол жақсы мағынада, жаман мағынада қолданатын сөз. Ал енді жақсы мағынада қолданатын түрлері, мысалға қара нар, қара орман қазақ, қара шаңырақ, көрдіңіз бе? Қара қазан, қара қазан, қара халық. Әрине, мұнаның бәрі бұл жақсы мағынасында қолданатын дүние. Ал енді қара шаңырақ деген, ол мен енді бұның тарихын немесе ғылыми жағына келмей ақ қояйын. Жалпы өзімізде мынау Түркістан облысы Отырар ауданында сол қара шаңырақтан түлеп ұштық. Бір әке бір шешеден 3 ұл 8 қыз тарадық. Ең үлкеніміз менен 20 жас үлкен ағамыз. Одан кейін қатарынан 8 қыз өмірге келген. Содан кейін 10-шы перзент болып мен өмірге келдім. Менен кейін 5 жылдан кейін інім өмірге келіп, қара шаңырақта ініміз қалды. Қазір енді әкеміз де шешеміз де дүние салып кетті. Бірақ ең кенжемізге сол қара шаңырақ қалса да, біз ол кенжемізді кішісің деп бармаймыз. Қара шаңырақты үлкен ғой деп барамыз. Сондықтан қара шаңыраққа бас иіп, сәлем беріп, тіпті мынау сол төңірекке барып сапарласақ та, жанымызда мықты ғалымдар, үлкен танымал адамдар болса да, немесе достарымыз болса да, қара шаңыраққа бас сұғып шығайық, сәлем беріп шығайық, әруақтарға Құран оқып шығайық деп ерекше кие тұтып кіріп шығатынымыз бар. Мына қара шаңырақты сосын қазақтар үлкен үй деп атаған. Осының себебі туралы сіздің бір пікіріңізді білдім. Енді жалпы мынау ел аймақты араласаңыздар, жалпы енді қазақ халқы өзі кең ғой, несі бағыты бар, жаңағыдай бұрыннан көңіл оқып тоқығаны бар. Жалпы жаңа сіз айтқандай қара шаңырақты мысалға бізде қазір бүйтіп ұғынамыз ғой, бұл қара шаңырақ әкесі бар, тірі кезде де қара шаңырақ деп айтады, немесе үлкен үй деп айтады. Ал кейбір үлкен кісілерді тыңдасаңыздар, жаңағы не дейді, әке-шешесі қайтыс болғаннан кейін қара шаңырақ деп айтылады дейді. Өйткені ол жаңағы қарамен байланысты. Бірақ жалпы қазір қоғамда қара шаңырақ деп айтылып кетті. Жаңа үлкен үймен қатар қара шаңырақ деп айтылады. Енді қара шаңыраққа негізінде жалпы үйдің кенжесі ие болып қалады ғой. Үйдің кенжесі ие болып қалғанымен үлкен жаңағы ұлдары, үйленген ұлдары бөлек шыққан. Ұзатылған қыздардың бәрі ол шаңыраққа кенженің үйі деп қарамайды, ол әкемнің киелі қара шаңырағы деп қарайды. Соған келіп жаңағы алдымен жаңағыдай түрлі шара кезінде, мысалы ғұрыптық шара кездерінде соғым басы дейміз, басқа да кездерде бірінші келіп үлкен үйден келіп бастайды. Сондай-ақ мына құдалық болған кезде, мысалы үлкен балалары үйленіп жатса, сол кезде біріншіден жаңағы қара шаңырақтан дәм татыңыздар деп, қара шаңырақтан жаңағы әке-шешесінің үйінен келіп дәм татқызады. Осындай жағынан айтуға болады, жалпы қара шаңыраққа байланысты. Осы ойыңызды жалғап кетсем, жалпы бірқатар этнограф мына қара шаңырақ сөзі қайдан шықты дегенде, бірінші кезекте бұл атадан балаға мирас болып қалған ғой шаңырақ. Кенжесіне қалып отырады, одан ол өзінің кенжесіне қалдырады. Сонда шаңырақтың ортасында ошағы бар. Заман жыл бойы ол түтіндеп шаңырақ қап-қара болып қысталады. Ыстан түтіннен жаңағындай қарайып кетеді. Содан қарайып кетеді де қара шаңырақ деген. Қара шаңырақ деп айтады. Ал ауыспалы мағынада қарасаңыз, сонда бұл ғасырлар бойғы мынау үлкенге деген құрмет. Мына сіздің ойыңыз жалғасақ, шынымен де үлкенге деген құрмет. Шаңырақ, қара шаңырақтың иесі, ол жерде сол қара шаңырақтың иесіне ғана емес, сол әргі қара шаңырақты қалдырып кеткен үлкендер, ата бабаға деген құрметтің ізін көремін де. Осы жерде шынымен де қазақтың
жас ұрпақты баланы тәрбиелеудегі үлкен символикалық мәні бар. Шаңырақты сыйлау, бұл яғни үлкенді сыйлау деген. Енді осы жерде біз жаңа айтып отырмыз, бұл қара шаңырақ бір жағы қазақтың ғалам, әлем туралы таным түсінігінен хабар береді дедік. Екіншіден, оның жалпы мынау басқа әлемді қабылдауы, халықтармен қарым-қатынасында көрсетеді. Екінші тағы да бір дүние бар, мен байқасаңыздар, жалпы бұл үлкен бір көшпенділердің экологиялық мәдениеті мен білімін көрсететін секілді. Өйткені киіз үй екі-ақ дүниеден жасалады. Киіз және ағаш. Өзге жаңағы шегесі бар, тасы бар, басқа табиғатты ештеңесін бүлдірмейді. Тек қана екі-ақ дүниеден жасалады. Оның өзінде киіз ол жаңағы қазіргі тілмен айтқанда қайта қалпына келетін ресурс қой. Қалай ойлайсыздар? Мысалы, бұл көшпенділердің экологиялық мәдениеті, білімі туралы жалпы бір ойланып көріп едіңіздер? Жалпы түркілік мәдениетке қарасақ, табиғи барлық мынау мәдени құрал жабдықтарының бәрі де түгел табиғи, онда да жаңа мал өнімдерімен байланысты болып келеді ғой. Мысалы, ешқашан біздің музыкалық аспабымызда сын темір болған жоқ. Бәрі малдың шегі, немесе жылқының құйрығы деген сияқты. Сол сияқты бүкіл отбасындағы жаңағы тұтынатын заттарды мүмкіндігінше жаңағы сол мал өнімдеріне жасауға тырысқан бізде. Бір жағынан енді тіршілікпен байланысты, бір жағынан жаңағыдай бұл қалай айтсам болады, мына қарапайымдылық деген бұл ұлылықтың бір жаңағы ажырамас бөлігі деп айтып жатады ғой. Сол жағынан келгенде жалпы біздің халқымыз әлемге не берді дегенде негізінен берген рухани мәдениет. Көзге көрінбейтін адамдар арасындағы қарым-қатынасты реттеудегі рухани мәдениеттің үлгілерін берген бізге. Расымен де доңғалақ пайда болғаннан кейін адамзат өркениеті әрі қарай дөңгеленіп кете берді ғой. Шынымен де. Енді осы жерде жаңағы сіздің тамаша ойыңызды жалғап кетейік. Расымен де қазақ жалпы көшпенді халық мына қоршаған ортаға деген құрмет, табиғатқа деген жанашырлықтың осы үлгісін көрсетіп отырған сияқты. Көшпенділер дегеннен шығады ғой. Енді екі жағында екі ғалым отыр. Бұл кісілерді қуаттайды деген ойдамыз. Енді ең әуелгі жаңағы ат осы далада үйретілген деген тұжырымдар шығып жатыр ғой қазір. Сондықтан енді ол заманнан бері қанша дәуірлер, кезеңдер өтсе де, қанша біз мынау жердегі көліктер былай тұрсын, әуеге түрлі ұшақтарды, түрлі зымырандарды самғатып жатсақ та, олардың күші сол баяғы алғашқы үйретілген аттың күшімен есептелетіні, бұл сол өркениеттің, сол көшпенділер өркениетінің әлі күнге дейін маңыздылығын көрсетеді. Және сол заманнан бермен қарай күні кешегі тіпті біздің замандасымыз десек те болады. Алдымыз енді ол кісінің көзін көрген шығар. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев кезінде осы қазақ баласын кезіп жүріп, ғылымды осы табиғаттан шығарған екен. Мәселен, мынау аңшылар бар, құсбегілер бар, соларға бір өтініш айтады екен. Сіздер жаңағы құс аулаған кезде оның қай көлден, қай даладан, қай сахарадан жаңағы аулағаныңызы жазып отырсаңыз дейді екенде, оны бауыздап сойған кезде ана бөтегесін жарып көреді екен. Сол бөтегенің ішіндегі тастарға қарап, ол далада, ол сахарада, ол көлде қандай жаңағы мынау қазба байлықтардың бар екенін, қандай маржандардың бар екенін біліп отырады екен дейді. Бұның бәрі кешегі сақ, ғұн дәуірінен бермен қарай қазіргі қазақ өркениетіне дейінгі біздің ғылымымыз да, тұрмыс тіршілігіміз де осы табиғатпен астасып жатқандықты көрсетеді. Көшпелілерді кейде мынау отаршылдық заманда көбінесе жаңағы жайылымы нашар жерлерге қыстырған ғой. Сол кезде сол жерлердің бәрін абаттандырған енді бабаларымыз. Бұның барлығы сол көшпелілердің табиғатты қалайда көркейтуге, абаттандыруға қай кезінде де қабілетті екенін көрсетіп отырған тарихтан белгілі ғой. Айта берсек. Тамаша, ойды ой қозғайды ғой. Жаңағы шаңыраққа киіз үйге оралсақ, жалпы байқасаңыздар, киіз үйге қонақ кірген кезде қаласын, қаламасын мынау еңкейіп кіреді. Осының сыры неде, қалай ойлайсыздар? Материалдық, мынау рухани мәдениетіміздегі рухани құндылық деп айтамыз ғой енді. Құндылығымыздың ең бастысы Құдайдан кейін бұл аруақ. Жалпы мен өз басыммен көргем, қара шаңырақ дегенге әжелеріміз үлкен кәдімгі
еңкейген әжелеріміз сол кіргенде сәлем жасап, шығып бара жатқанда жаңа үйдің арқасын беріп шығып есіктен сәлем жасап шығатын, қара шаңырақ деп. Ол жердегі жаңа төрге отырып былай тұрсын, жаңа көрпешенің өзіне де жаңа сескеніп отырады. Атам отырған ба, отырмаған ба деп бұрынғы дүниеден өтіп кеткен ақсақалдар. Бұл тағы да үлкенге деген құрмет. Иә, үлкенге деген құрмет. Және бұл өлі мен тірінің арасындағы, өлі риза болмайды, тірі жарымайды деген қазақта өлінің ризалығын бірінші ойлап отырған. Жалпы өткеніңді білмесең, болашағыңды ажырата алмайсың деген кәдімгі аксиома бар ғой, бүкіл әлем мойындаған аксиома бұл. Тамаша топшылау айттыңыз. Өткен тарихты білдірудің бұл бір өте күшті механизмін ойлап тапқан аталарымыз. Ағамыздың сөзін жалғасам, біз бір нәрсені ойлаған кезде көп жағдайда жалаң ойлайтын сияқтымыз да қазір. Мысалға дәстүр дейміз де, мынау дінді ысырып қоямыз. Немесе дін дейміз де, дәстүрді ысырып қоямыз. Жоқ, біз қазақпыз ба? Қазақтың мынау ұлттық құндылықтары ретінде және оның негізгі болмысын құрайтын дүниелерді біз кешенді түрде қарауды ұмытып баратырмыз. Мәселен, не үшін мынау исламды ұстанғандар дәстүрлі дін деп жатамыз ғой? Не үшін олар дәстүрден шет қалу керек? Олар қазақ емес пе? Сол сияқты мысалға тым дәстүршілдер, тым патриоттар бәлкім бізге исламның, діннің қажеті жоқ деуі мүмкін. Сондай тенденциялар да бар. Жоқ, біз бәрін біте қайнастырып бірге ұстауымыз керек, кешенді түрде қарауымыз керек. Мәселен, осы атамекеніміз, тарихымыз, дәстүріміз, тіліміз, дініміз, мінекей осындайдың бәрін тұтастай қарауымыз керек та. Сонда біз қазақтың негізгі жалпылама құндылықтарына түгел қол жеткіземіз. Ал енді жаңағы... Шынымен де сіз айтқандай дінге қарсы шықсақ, немесе дәстүрге қарсы шықсақ, жүздеген жыл бойы бір қазақтың бірнеше ұрпағы қате өмір сүрген деп соларға қарсы шыққан сияқты болып шығамыз. Мәселен, мына жерде жаңағы не үшін мынау еліп кіреді деген сұрақтан туылып жатыр ғой. Yani шын мәнінде мысалға адамның бойын 1/80 деп қарайтын болсақ, өлшейтін болсақ, орта есеппен, шын мәнінде мынау киіз үйдің өзі мына маңдайшасы одан төмендеу. Амалсыз басыңызды иіп кіресіз. Бұл анау бір 2 метр ағаш табылмай қалды деген сөз емес. Бұнда да үлкен философия, үлкен таным жатыр. Сондықтан біз шаңыраққа иіліп кіруіміз керек. Анау шын мәнінде мен қазір әкемде шешемде дүние салды. Бірақ біздің қазіргі қара шаңырақ кезіндегі атамнан қалған шаңырақ еді. Атамның көзін көрген шаңырақ еді. Шешем 80-ге келіп дүниеден қайтса да, сол үйдің, сол атасы, қайнатасы кеткеннен кейін де ол төріне шығып көрмеген. Мінекей, өстіп қадірлеген, қасиеттеген. Енді біріншіден практикалық тұрғыдан қалғанда жаңағындай несі босаға маңдайша аласа болғаннан кейін иіліп кіреді. Екіншіден сол үйге деген құрмет деп мен қабылдаймын. Өйткені анау қара шаңырақ қой біріншіден. Ол үйде үлкен кісілер кезінде өмір сүрді, ұрпақтар жалғап жатыр. Сондықтан біріншіден үлкенге иіліп сәлем беріп кіру. Содан кейін жалпы қонақ өзі кірген жерінде жаңағындай ілтипат не күтеді ғой, құрмет күтеді. Сонымен сол үй мысалы киелі қара шаңырақ болса именіп отырады. Мысалға ана кейде бидеп айтып жатады ғой, шаңыраққа қара деп. Мысалы шаңыраққа қара деген сөздерде кейде мысалы келіп отқан адам жаңағы үйден өрескел не көрсетіп қойып, асып-тасып бір артық сөйлеп қойса, сол кезде жаңағы киесі бар деп ескертеді. Сондай мысалға кейде біз оқимыз, жалпы келіндердің өзі, сол ауылдың үлкен келіндердің өзі атпен сырттан жолаушылап келе жатқан кезде жаңағы киелі қара шаңырақтың үстінен аттан түсіп өткен дейді. Ол біріншіден үлкенге деген құрметті білдіреді, ізеттілікті білдіреді, тәрбиелікті білдіреді. Сол жағынан келген кезде. Жалпы сол шаңыраққа деген құрмет. Үлкендер өтіп баратса, тоқтай тұрған ғой. Ауыл жастары, жол берген, сәлем салған. Енді жаңағыны мына түйіндеге келсек, шынымен де расымен де, енді менің топшылауымша, бұл расымен де кім болсаң да мен сені қабылдаймын, бірақ сен де шаңыраққа қара деген ұғыммен жатқан сияқты. Өйткені шаңырақ бұл кез келген көшпенді үшін ол өзінің кіші отаны. Өйткені шаңырақтың ортасында ошақ тұрады. Отан ошақтан басталады демей ме қазақ? Қонақ қойдан жуас деген содан шықса керек. Қонақ қойдан жуас деген. Яғни кім болсаң да құшағыңды жая қарсы аламын, бірақ дегенмен де шаңыраққа қара, сен де маған құрмет көрсетіп басыңды ий дегенді ым-ишаратпен келтірген секілді. Дәл осы тұста
шаңырақ ұғымы туралы қарапайым жұрт былайғы көрермен не ойлайды екен, әріптесім Блиц сауалнама алған екен, тыңдап көрейік. Қара шаңырақ ұғымын білесіз бе? Иә, білем. Мен үйдің үлкенімін, бірақ та артында інім бар, өсіп келе жатқан. Ініме қалады шаңырақ. Былайша айтқанда, үйдің кенжесі сол ғой. Қара шаңырақта кім қалған дұрыс? Үйдің кенжесі қалғанын сөйлеп, бұрыннан келе жатқан ол. Қара шаңырақтың маңызы қандай? Ол туралы қандай ақпарат білесіз? Қара шаңырақтың маңызы өте жоғары. Үйде жалғыз бала болғандықтан, ендігі қара шаңырақтың иесі мен болған. Қара шаңырақта үйдің кенжесі қалады ғой. Сол қазіргі таңда өзімнің үйдің кенжесімін, сондықтан да өзім қара шаңырақта қалып отырмын енді. Мысалы үшін мен үлкендермен тұрамын. Мен үшін бұл қара шаңырақ. Егер де бала және ата-ана егерде қарсы болмаса, келісіп тұрса, ол сол ортақ жанұяда шешілетін мәселе деп ойлаймын. Қара шаңырақ туралы ұғымды білесіз бе? Жоқ, мен білмеймін. Сіз үшін қара шаңырақтың маңызы қандай? Қара шаңырақ деген ол үлкен кісілер тұратын жалпы әулеттің қаймағы деуге болады. Өйткені үлкен шаңырақ, қара шаңырақ болғанда ғана осы әулеттің ұйытқысы болады ғой. Бала шағалар қара шаңыраққа келіп, бір-бірімен туысқанды білдіріп, бір-біріне деген көңілдерін білдіресіз. Қара шаңырақта кімнің қалғаны дұрыс? Енді әр үйде әртүрлі, негізі дәстүр бойынша кенже қалады дейді. Қазір енді жағдайына қайсы баланың ыңғайы келеді, сол балаға қара шаңырақ ата-анасы өзі талдаса болады деп ойлаймын. Міне осылай тақырыбымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді осы жерде жалпы байқасаңыз, қазақта мына босағадан аттаған кезде қазақ айтады ғой, мына босағаны керме дейді. Бұл қандай мағынада айтқан? Қалай ойлайсыздар? Енді оның барлығы тарихта жиі қайталанатын нәрселермен байланысты. Өзі бір адамдарда бір әртүрлі жағдайда өзі адамның өзінің бәріне ортақ бір реакциялары болады ғой, түрлі жағдайға қатысты. Сол жаңағы көбінесе жаулық ниетпен келгенде, шаңырақ есіктен кіру деген ол отбасына кіру деген ол қонақ болу деп есептеледі. Сондықтан да есіктің сыртында тұрып, жаңа босағаны ұстап тұрып, керіп тұрып, айтатынын айтып, тағы да басқа өзінің жаулық ниетін білдіретін сондай бір үнемі қайталанатын жағдайлардың себебінен қазақ жаман нәрсені, сондай әбден санасына сіңген жаман нәрсені жасатпауға тырысқан. Өйткені сол жаман ырым, сол нәрсені жасаса, сол нәрсені шақырады деген түсінік бар халықта. Осы сияқты түсініктерден шыққан деп ойлаймыз оның барлығын. Ал этнографтардың жазуынша босағаны кермеудің ең басты себебі бұл бағанағы айтқан шаңырақ көтерді дейміз ғой. Бұл бір отбасы, бір шаңырақ. Ал қос босаға бұл ер мен әйел. Ерлі зайыптының ортасына есі кеткен түседі демей ме қазақ? Соны босағаны керу бұл сол отбасындағы ер мен әйелдің ортасына түсу, соларды араздастыру деген жаман ырым ретінде солай жаңағы айтқан екен. Сосын мына байқасаңыздар, киіз үйдің табалдырығы биік болады, иә? Табалдырығы неге биік болады дегенде этнографтар бұған мынаны мысал келтіреді. Табалдырық бұл қазақ үшін ішкі әлем мен сыртқы әлемнің ортасындағы шекара. Табалдырықтың астында сол үйдің киесі жатыр. Байқайсыздар ма? Наразы болған, ашуланған, сол үйге қарғыс айтқан адам кетіп бара жатқан кезде не істеген? Табалдырығын теуіп кеткен. Табалдырықты тебу деген, ол мына табалдырықтың астындағы үйдің киесін ашуландыру, немесе жындарды ояту. Осы үйге жаман ниет келсін деген оймен жасалған екен. Сол үшін де мысалы табалдырықтан кірген кезде қазақта үйге табалдырықтан шалынып кірсе қонақ, оны жақсы ырымға балаған екен. Ал шығып баратқан шалынып кетсе, жаман ырымға балап, сол себепті шығып баратқан қонағын әрқашан қолтығынан демеп шығарған қазақ. Мынау тағы бір дүние бар. Бізде киіз үйді құру әйелдің шаруасы деп саналған. Байқайсыздар ма? Тек қана шаңырақты көтеру еркек. Шаңырақты көтеру ер адам. Еркекке байланысты. Жалпы мысалға жас жұбайлар үйленіп жатқан кезде, мысалы үйдің үлкендері алады да шаңырақты кімге көтерткізеді? Оны жаңағы өсіп өнген, бала шағасы көп семьяның отағасына көтерткізген.
енді біз жаңағы этнографтар деп отырсақ, этнографиялық бағыттан келсең сөйтіп айтады. Өйткені мына жас үйленіп жатқан жас жұбайлар ана кісі құсап, сол кісінің жолындай болып, жаңағыдай өсіп өніп өркендесін деген ырыммен жаңағы шаңырақ көтерткізеді. Ал енді екінші жағынан жаңағы әйел не қылады деген, жалпы біз қазақтың танымында біз шаңырақты ер адам дейміз. Уықтарын әйел дейміз да, керегесін балалар. Яғни бір өсіп өнген әулетті білдіреді ол айтқанда. Сол тұрғыдан келгенде енді жалпы әйелдің тігуі деп отырсыз ғой. Енді әйелдің тігуі біріншіден әйел жаңағы тиянақты, ұқыпты, практикалық жағынан келген кезде. Енді бұл жерде ырымдап не қылып отырмайды ғой. Бұл жерде жаңағы жерде әйел адам тез кірісіп не қылып кеткеннен кейін жаңағы әйелдерге тез көмектесіп бір-біріне не қылып жұмылып жібереді ғой бұл жерде. Сол бағытта кетеді деп ойлаймын көбінесе. Жалпы шаңырақ ұғымы расымен де өте зор философиялық шама. Ол жерде қазақтың толеранттылығы, әлемге деген еркін көзқарасы, бейбіт сүйгіштігі, сонымен бірге тәрбие, үлкенге құрмет деген анау қазақта жақсы сөз бар ғой, ініге аға бола алмаған, ағаға іні бола алмайды деген. Осының үлкен сондай тәрбиеде жатқан секілді. Хабарымызды түйіндей келе бір қысқадан нұсқа өздеріңіздің бір ойларыңыз айтып кетсеңіздер. Шаңырақ деген дұрыс, ол тәрбие болғанда жаңа ең бастысы бұл тарихи сананың өзегі. Біз қара шаңырақ дегенді бөлек айтып отырмыз ғой, шаңырақ деген бөлек, қара шаңырақ деген басқа мәнге ие. Қара шаңырақ дегенді қарасақ, әр ұрпақтың өзінің қара шаңырағы бар. Менің әкем Сағынбек болса, Сағынбектің қара шаңырағы бар. Атам Қорғанбек болса, оның қара шаңырағы бар. Оның жағында айналып келгенде 7-ші атаның қара шаңынан тараған адам бір қауым ел болады. Бұл жеке әулетке қатысты. Ал енді елге қатысты шаңырақ ұғымы? Елге қатысты айтқанда, енді бәрі осы елге қатысты ғой. Мысалы, бір ұрпақты әдетте жалпы немен есептеп жатады ғой. 30 жылмен есептесе европалық түсінік бойынша. Бұл бізге келіңкіремейді, бізде кіші ұлмен есептеледі. Неге? Өйткені қара шаңырақта қалатын кіші ұл. Ал кіші ұлдар бұрынғы қазақ қоғамында ең кем дегенде 60 жас болған әр ұрпақтың арасы. Өйткені, мысалы, сол бірнеше әйел алған болса, соның ең кіші кенжесі сол бір 60 жасында, ол 80-90 бойларды айтпағанда. Сонда сол жарты ғасырдан астам уақытта, сонда 7 ата деген сөз, жаңағы 60 жылдан есептегенде, ол бірнеше ғасыр болып кетеді. Міне сонда мына қазақтың шежіресімен байланысты бір жағы. Қазақтың шежіресінде мына 7 атаға деген қыз алыспауды біреулер айтып жатады ғой, өзінің атасын санап мен асып кеткем деп. Олай емес. Қазақта бұл кіші ұлмен саналған, бұл линия. Сонда бұл қара шаңырақ дегеніміз қазақтың шежіресін реттеп отыратын, тарихпен өткен мен бүгінді, жаңа ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз етіп отыратын сондай мәнге ие. Ол қара деген қасиет атау бекер берілген жоқ. Және де оның басқа сакралды мағыналары өте көп, айта берсек, оны тағы да бірнеше хабарға созуымызға болады. Сондықтан қара шаңырақ деген бұл жаңа Серік бауырым оқып отырғандай кең мағынада қолданып кете береді. Қазақтың қара шаңырағы деп біз айтамыз, Қазақстан деп жаңағы, оның ішінде жаңағы түркінің қара шаңырағы, Алтай деген сияқты әңгімені айта берсек болады. Ол кез келген қазаққа түсінікті. Мынау әдетте тағы біраз айта салайын енді, ұзаққа созылмасын. Жалпы кіші ұл деген әлем халықтары фольклорында айрықша мән беріледі. Кіші ұлдың даналығы, кіші ұлдың жаңағы бәрін шешетіні, біздің ертөстікте әсіресе көрінеді, айқын көрінеді. Сондағы нәрсе не? Бұл бүкіл әлем халқы шаңырақ дегенді бұрын мойындаған деген сөз. Ол кіші ұлда қалатыны қара шаңырақ мойындаған, бірақ соның тәртіпке бағыну ғой, былай қарап тұрсақ. Бүкіл мән мағынасын практикасымен бүгінгі алып кеткен біздің қазақ халқы ғой. Енді осы жерден біздің халқымызды қалай дана деп айтпайсың. Әңгіме осы жерде. Бәрекелді. Ал Тимур мырза, өзіңіздің түйгеніңізді айта отырыңыз. Шаңырақ ол қазақтың символы, шаңырақ тәрбие бастауы. Сен шаңырақтан қандай тәрбие алып шықсаң, сен қоғамға, ортаға сол тәрбиеңді таратасың. Яғни сен шаңырақтан дұрыс тәрбие алғаннан кейін сен ортаға өзің ықпалың жүреді, сол арқылы сен былай айтқанда ел жұртты тәрбиелейсің, ел жұрт бар мемлекетті тәрбиелейді. Сондықтан біз бірінші тәрбиені шаңырақтан бастауымыз керек. Енді өзіміз тақырыбымыз арқауымызда болып отыр ғой. Тәрбиені шаңырақтан бастасақ, біз еліміз, жұртымыз берік, мықты мемлекетке айналамыз. Енді айтарымыз, хабар арнасы өте жақсы жобаны қолға алған екен. Осыдан бір 7-8 жыл бұрын мынау бейбітшілік және келісім сарайында өзім шығармашылық кешімді бердім. Сол кезде 2 сағат концертті түсірген осы хабар арнасы еді. Мен айтпағым бір жағынан рахметім шығар, бір жағынан
сол кештің аты қара шаңырақ деп аталған жалпы. Міне Осы сәйкес. хабардың қорында бар. Ал енді мен бір кітабым өзі қара шаңырақ деп аталады, бір кітабым қазақтың қаны деп аталады. Қазақтың қаны мен қара шаңырақты бір-бірінен бөліп алуға болмайтын сияқты. Өйткені біз кіндігіміз тамған жер сол ауылымыз, қара шаңырағымыз. Сол кіндіктің қаны арқылы біз байландық сол топыраққа. Әлемдегі бір керемет зәулім сарайда тұрсақ та, сол айдаладағы бір ауылымызды аңсайтынбыз сондықтан. Мен бір өлең оқып берейінші осы жерде. Жалпы мынау қара шаңырақ деген ұғым Мағжанның жырында да кездеседі. Кезіндегі мынау Түркістан екі дүние есігі ғой. Түркістан ертүріктің бесігі ғой деп басталатын өлеңнің бір тармақтары бар түрік енші алысып тарасқанда қазақта қара шаңырақ қалған екен дей ма? Қалған жоқ па дейді. Сол сияқты осы біздің қара шаңырағымыз Қазақстанымыз. Жалпы бұны біздің осы ауылдағы өзіміздің туып өскен кішкентай қара шаңырақпен байланыстырып отырып, осын жырға қосқан бір өлеңім бар еді, соны оқып берейін. Мархабат. Қара шаңырақ, сенен асқан кие жоқ, атам кетіп, әкем қалған ие боп. Әкем кетсе орным басар кенже бар, қас күнемге қақ шекеден тие доқ. Бүгінім мен, болашағым бірлікте, тағдырыма тарих сенде сыр бүкпе, ұрпағыма болар қара шаңырақ. Мен тұрғызған, һәм тұрған үй тірлікте, қорасында төл дауысы маңырап, қозылағы өріс көрсін жамырап, жас отаудың болашағы бас отау, әр қазақтың үйі қара шаңырақ. Қасиетін қадір тұтып ағаштың, тәңіріме тура жолды тағаштым, босағаңнан енген сайын бас ием, босағасын берекет деп алаштың. Алдымда мен, ұлы баба даланың, амандығын күзетуші баламын, топырағым түп төркіні түркінің, туысымда сүртіп көрсін табанын. Қазақстан қанаттандыр, оталдыр, өзің жайлы жазу күні қопал жыр, бар қазаққа сенсің қара шаңырақ. Отау бөлек болғанымен, отан бір. Қазақстан сенен асқан кие жоқ, бабам өткен, атам өткен ие боп, тасың түгіл, таспақаңда аманат, қас күнемге қақ шекеден тие доқ. Бәрекелді. Тамаша айтылған. Енді осы айтқандарыңызды қорыта келсем, қазақтың қадірі биік, қадір ақынын жырлаған нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді ғой. Дәл осы жерде сол сөзді сәл өзгертіп немесе қосып, нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ шаңырақ деуге де келетін секілді. Өйткені қазақтың жаны, қазақтың таным түсінігі барлығы осы шаңырақпен байланған секілді. Мына жалпы дүние жүзінде жалпы шаңыраққа пішін ұқсас бірнеше баспана бар екен, әртүрлі ұлттарда. Әсіресе мына америкалық үндістерде мына вигвам дейді, типи деген түрі бар. Сосын мына эскимостарда иглу бар. Бірақ олардан шаңырақтың, қазақтың шаңырағының артықшылығы, ерекшелігі, қазақтың шаңырағында симметрия бар. Байқайсыздар ма? Бұл симметрия, өйткені табиғаттың өзі симметриядан тұрады. Сол қазақтың табиғаттағы симметрияны, үйлесімді, гармонияны бұзбауға, және оны өзінің өмірінде қайталауға талпынғанның өзі біздегі мына шаңырақ ұғымының қаншалықты қастерлі екенін, сол ұғымға терең түсіне білсек, ұлт ретінде үйсатынымызды көрсететін секілді. Ендеше бүгінгі хабарымызды аяқтайық деп отырмыз. Студиямызға келіп, ой бөліскендеріңіз үшін, мынау керемет пікір айтқандарыңыз үшін әрқайсыңызға алғыс айтамыз. Ардақты ағайын, дүние жүзінде баспанасына әлем, ғалам туралы таным түсінігін сыйдыра алған, ал оның әр элементін тәлім-тәрбиенің құралына айналдыра білген қазақтай халық кемде-кем шығар. Ендеше қазақ елінің шаңырағы биік, босағасы берік, керегесі кең, табалдырығы таза болсын деген ниетпен сізбен қоштасамыз. Өзіңізді, адамгершілігіңіз және дәстүріңізді сақтаңыз.